Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге ашытқысыз өте жұмсақ болып шығатын шелпектің рецептін ұсынғалы тұрмын. Бұл үшін 250 мл шым-шым суға 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 20 грамм сары май, менде 82%, жарты шай қасық ас содасын қосып, араластырып, електен өткізілген 450 грамм ұнымызды қосып, жұмсақ қолға жабысатын қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымыздың үстіне 1 ас қасық шамасында сұйық май қосып, илеп, целлофан пакетте 15 минутқа тынықтырамыз. 15 минуттан кейін тыныққан қамырымызға керегінше ұн сеуіп, 7 бөлікке бөліп аламыз. Бұл жерде мен жоғары сұрыпты цесна ұнын пайдаландым. 450 грамм ұннан артық ұн қоспаңыздар. Шелпегімізді жаяр кезде жабысатын болса, аздап ұн себесіздер. Видеоға мұқият болсаңыздар, 7 бөлікке бөлген қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шығады. 7 шелпегімізді орташа қалыңдықта жайып аламыз, яғни тым жұқа да емес, тым қалың да емес етіп жаямыз. Майдың қызғанын сушы таяқшасы арқылы тексереміз. Таяқшаны салған кезде көпіршіктеніп реакция берсе, онда май қызды. Қызған майға шелпектерімізді салып, 1 минут шамасында екі жағынан қуырып аламыз. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Одан кейін ұсынылып отқан шелпектің рецебі ұнаған болса, аямай лайктарыңызды басып отырыңыздар, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі шелпекті бірден салмаймыз, майдың кішкене қызғанын қайтадан күтеміз, немесе мен секілді келесі шелпекті жайып алып, бірақ саласыздар. Сол кезде келесі шелпегіміз қызған майда тез қуырылып шығады. Сұйық майда тез қуырылып шыққан шелпектеріміз өте жұмсақ болып шығады. Шелпектеріміз майлы болмас үшін әр шелпектің арасына қағаз сүлгі төсеп қойыңыздар. Сол кезде қағаз сүлгіміз барынша майын өзіне сіңіріп алып, шелпектеріміз майлы болмайды. Осымен біздің ашытқысы жасалынатын шелпектеріміз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.